Hi, welcome to American Accent Training. This course is designed to get you started on your American accent. Америкаша сөйлеу курсына қош келдіңіздер. Бұл курс сіздерге қалай америкалықтарша сөйлеуді үйретеді. What is accent? Акцент деген не? Accent is a combination of three main components: intonation, speech and music, liaisons, word connections, and pronunciation, the spoken sounds of vowels, consonant, and combinations. Акцент дегеніміз үш бөліктен тұрады. Интонация, сөздің ырғағы. Liaisons, дыбыстардың сөздердің жалғасуы, бірігуі. Және pronunciations, дыбыстар, дауыс дыбыстар. As you go along, you will notice that you are being asked to look at the accent in a different way. You will also realize that grammar you studied before and this accent you are studying now are completely different. Курс барысында акцентке басқаша қырынан қарау керектігін және бұрынғы үйренген грамматикаларыңыз бен қазіргі үйреніп жатқан акценттеріңіздің мүлдем басқаша екендігін байқайтын боласыздар. Part of the difference is that grammar and vocabulary are systematic and structured, the latter of the language. Accent, on the other hand, is free-form, intuitive and creative, more the separate of the language. So thinking of music, feeling and flow, let your mouth relax into the American accent. Грамматика мен жеке сөздік қорлар олар жүйелі құрылымды болғандықтан оларды тілдің жазба түрі дейміз. Немесе қатып қалған, қатып сенген түрі дейміз. Ал акцент болатын болса, ол еркін, табиғи және жаңалыққа толы. Сондықтан оны тілдің жаны мен рухы деп атаймыз. Ал ендеше америкалықтар сияқты сөйлеуге дайын болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Жалпыңызға сәлем. Ағылшын тілін жеттік әрі тез ыңғайлы үйренгіңіз келсе, интернетте өте тиімді аз уақытта үйреніп шыққыңыз келсе, біздің курсқа жазылыңыз.